Армысыздар, достар. Бүгінгі видео әлемге әйгілі доктор, нейробиолог және психология сарапшысы Джо Диспензаның ең әсерлі ойлары мен мотивациясына арналады. Оның ілімі мыңдаған адамдардың тағдырын өзгертті. Бүгін сіздің де кезегіңіз келуі мүмкін. Сіздер дәл қазір, осы сәтте, өз өміріңізді өзгертуге күшіңіз бар екенін білесіз бе? Біз бүгін ішіңіздегі осы керемет күшті қалай пайдалану туралы сөйлесетін боламыз. Барлығы екі қарапайым сөзден басталады: босаңсу және сену. Ойланып көріңізші, біз қаншама күнімізді асығыспен, күйзеліспен және болашақты уайымдаумен өткіземіз. Айналамыздағының бәрін бақылауда ұстауға тырысып, үнемі ширығып жүреміз. Бірақ егер мен сізге қалаған нәрсеңізге қол жеткізудің басты кілті бақылаудан бас тарту десем ше? Иә, дұрыс естідіңіз. Арманыңыздағы өмірді құрудың және тілектеріңіздің орындалуының құпиясы босаңсу мен әлемге сенім артуда жатыр. Бұл өте қарапайым естіледі, солай емес пе? Алайда бұл сіздің өміріңізді түбегейлі өзгерте алатын терең ақиқат. Босаңсыған кезде сіз әлемнің шексіз мүмкіндіктеріне жол ашасыз. Санаңыз айқындалып, денеңіз саябырсиды. Осылайша өміріңізде ғажайыптарға орын босатасыз. Ал әлемге сенген кезде, сіз өмірдің табиғи ағынымен үйлесім табасыз. Ағысқа қарсы күресуді тоқтатып, онымен бірге қозғала бастайсыз. Ал ең қызықты тұсы мынада: босаңсу мен сенімді ұштастырғанда нағыз сиқыр орын алады. Сіз нәтижені алыс болашақтан емес, дәл осы жерден және дәл қазір көре бастайсыз. Енді мен сіздің не ойлайтыныңызды түсінемін. Бірақ, Джо, мен позитивті ойлауды сынап көрдім, визуализацияны сынап көрдім, бұл мен үшін жұмыс істемеді. Мен сізді түсінемін. Бірақ мәселе мынада: бұл тек позитивті ойлар немесе визуализация туралы емес, оны сезіну туралы. Сіз қалаған өміріңізді дәл қазір, осы сәтте жүзеге асыру маңызды. Сіз шынымен де босаңсып, сенім артқан кезде, бәрі мүмкін болатын болмыс күйіне енесіз. Сіздің денеңіз босап, тынығады, санаңыз айқын болады, және сіз шексіз мүмкіндіктер кеңістігіне енесіз. Бұл жағдайда сіз армандарыңыздан алшақ емессіз. Олармен бірге боласыз. Ал мұны қалай жасауға болады? Бүгіннен бастап қалай ғажайыптарды күтуге болады? Барлығы сіздің ойларыңыз бен энергияңыздан басталады. Сіз ойлайтын әрбір ой әлемге сигнал жібереді, тоғанға лақтырылған тастай, айналадағының бәріне әсер ететін толқын жасайды. Сіз тапшылық, үрей, уайым туралы ойлағанда өміріңізде осындай жағдайларды көбейтетін сигнал жібересіз. Ал молшылық, сүйіспеншілік, мүмкіндіктер туралы ойлауды таңдасаңыз, мүлдем басқа шындықты жасайсыз, басқа жиілікке ауысасыз. Онда ғажайыптар тек мүмкін емес, сонымен қатар орындалатын дүниеге айналады. Бұл сіздің ойларыңызға ғана емес, сонымен бірге сіздің энергияңызға, сіздің тербелісіңізге де қатысты. Сіз сезінетін әрбір эмоция әлемге сигнал жібереді. Стресс, уайым немесе көңілсіздікті сезгенде, сіз төмен жиілікте тербелесіз. Бірақ сіз демала отырып, сене отырып, тілегіңіз орындалмай тұрып қуаныш пен ризашылықты сезсеңіз, сіз кереметтерді тартатын жиілікте тербелесіз. Ал ойларыңыз бен энергияңызды қалай өзгертуге болады? Ең алдымен өз-өзіңізге есеп беріңіз. Күн ішінде не ойлайтыныңызға және нені сезінетініңізге назар аударыңыз. Стресс немесе уайымға батқан кезіңізді байқап, оны өзгерту үшін саналы таңдау жасаңыз. Терең тыныс алыңыз, денеңіздің қалай босаңсығанын сезініңіз. Содан кейін өзіңізден сұраңыз: егер бәрі мен үшін керемет орындалып жатқанына шын мәнінде сенсем, дәл қазір не ойлар едім? Егер тілектерімнің маған қарай жол тартып қойғанын білсем, өзімді қалай сезінер едім? Мұнда медитация маңызды. Медитация жасаған кезде, сіз осы еркін кеңістікте тұпсанаңызды қайта бағдарламалай аласыз. Түсінесіз бе, біздің ойларымыз бен мінез құлқымыздың басым бөлігін тұпсана басқарады. Ол, өткен тәжірибеміз, сенімдеріміз бен қоршаған ортамыз арқылы қалыптасқан, белгілі бір әрекеттер мен реакцияларға бапталған автопилот іспетті. Бірақ медитация кезінде біз сол тұпсанаға жол тауып, бағдарламаны өзгерте аламыз. Медитация кезінде сіз қалаған шындықты елестете аласыз. Бірақ есте сақтаңыз, бұл оны қиялыңызда көру туралы ғана емес, бұл оны денеңіздің әрбір жасушасымен сезіну туралы. Егер сізде тамаша денсаулық болса, сіз не сезінер едіңіз? Егер сіз қаржылық жағынан қамтамасыз етілген болсаңыз, не сезінер едіңіз?
Егер сіз сүйіспеншілік пен қолдауға толы қарым-қатынаста болсаңыз, не сезінер едіңіз? Медитацияда отырып, осы сезімдерге толығымен енуге рұқсат етіңіз. Олар сізді орап, сізді толтырсын. Мұны істеп жатқанда, сіз миыңыздың химиясын өзгертіп, жаңа шындығыңызды қолдайтын жаңа нейрондық жолдар жасайсыз. Бірақ мынаны ескеру маңызды, мұны бір рет жасап, кереметтерді күтуге болмайды. Бұл күнделікті тәжірибеге айналуы керек. Күн сайын босаңсуға, сенімге және ұлы оқиғаларды күтуге уақыт бөліңіз. Бұл тісіңізді тазалау немесе таңғы ас сияқты күнделікті әдетіңіздің бөлігіне айналсын. Мұны істеп жатқанда айналаңыздағы белгілерге назар аударыңыз. Әлем бізбен әрқашан сөйлеседі, бізді әрқашан ең жоғары игілігімізге бағыттайды. Бірақ біз көбіне сондай қарбалас күйдеміз, тым ширыққанбыз, өз ойларымызға тым терең батқанбыз, сондықтан мұны байқамай қаламыз. Ал сіз босаңсып, әлемге сенген кезде, мұндай белгілерді қабылдауға ашыласыз. Осылайша синхрондылықты кездейсоқ болуы мүмкін емес, тым мінсіз сәйкестіктерді байқай бастайсыз. Мүмкін сіз біреу туралы ойлайсыз, және ол сізге бірнеше минуттан кейін қоңырау шалады. Немесе сіз қайда қарасаңыз да бірдей санды көресіз. Немесе сізге дәл қажетті ақпаратты беретін әңгімені естіп қаласыз. Мұның бәрі сіздің дұрыс жолда екеніңіздің белгілері. Бұл әлемнің сіздің тілектеріңізді естігенінің, және оларды орындау үшін жұмыс істеп жатқанының растауы. Бірақ сіз оларды қабылдауға ашық болуыңыз керек. Сіз олардың бар екеніне сенуіңіз керек. Енді тілектеріңіздің орындалуын шынымен жеделдететін нәрсе ризашылық туралы сөйлесейік. Ризашылық ғажайыптарды тартатын магнит іспетті. Бар нәрсеңізге шын риза болғанда, сіз одан да көбірек игілікке жол ашасыз. Әр күніңізді ризашылықпен бастап, ризашылықпен аяқтаңыз. Төсектен тұрмас бұрын, өзіңіз риза болатын 3 нәрсені ойлаңыз. Ұйқыға жатарда өткен күніңізге қарап, алғыс айтарлық сәт табыңыз. Күні бойы риза болатын себептер іздеңіз. Басында, әсіресе қиын кезеңде, мұны табу оңай болмауы мүмкін. Бірақ ризашылықты неғұрлым көп жаттықтырсаңыз, ол соғұрлым автоматты түрде орындалатын болады, және сіз қайда қарасаңыз да бақыт пен берекені көре бастайсыз. Оқиғалар орын алмай тұрып алғыс айтып үйреніңіз. Қалаған жұмысыңызға ол қазір қолыңызда бардай риза болыңыз. Өзіңіз аңсаған мықты денсаулыққа ол қазіргі шындығыңыздай алғыс айтыңыз. Іздеген махаббатыңызға серігіңіз қазір қасыңызда жүргендей риза болыңыз. Бұл нәтижемен өмір сүру, яғни қалаған нәрсеңіз физикалық әлемде пайда болмай тұрып, оған ие екеніңізді сезіну. Осыны істей алған кезде, сіз тоқтату мүмкін емес жаратушы күшке айналасыз. Мен қазір сіздердің не ойлап отырғандарыңызды сезіп тұрмын, бірақ, Джо, іс-әрекет ше. Армандарымыз орындалу үшін бізге бірдеңе істеу керек емес пе? Иә, сіздердікі мүлдем дұрыс, іс-әрекет өте маңызды. Бірақ мәселе, нәтижені күштеп шығаруда немесе өмір ағынымен күресуде емес. Сіз босаңсығанда, сенгенде және күткенде жасалатын қадамдар өздігінен айқындала бастайды. Сіз белгілі бір істі бастауға ерекше шабыт аласыз, қажетті адамдарды жолықтыру үшін қажетті уақытта, қажетті жерден табыласыз. Мүмкіндіктер сізге өзі келеді. Міне, мен мұны шабыттандырылған іс-әрекет деп атаймын. Бұл алға ұмтылып, өзіңді қинау емес, өмірдің табиғи ағынымен жүзу, түйсігіңе сену және ішкі дауысың дұрыс деп тапқан қадамдарды жасау. Мұндай шабытпен істелген іс, жұмыс сияқты емес, ойын сияқты сезіледі. Сіз дәл істеу керек нәрсемен айналысып жатқаныңызды сезінесіз. Дәл осы сәтте нағыз ғажайыптар басталады. Енді күту туралы сөйлесейік. Көбісі дәл осы жерден сүрінеді. Олар бір нәрсені қалайтынын айтады, бірақ жан дүниесінің түкпірінде оның орындалатынына сенбейді. Оларды күмән мен қорқыныш билеп алады. Бірақ сіз бір нәрсенің болатынына шын сенгенде, және оны жаныңызбен сезінгенде, әлем сол мақсат үшін тауларды қозғай бастайды. Күтудің басты кілті нәтижеге байланбау. Мен нені меңзеп тұрмын? Біз нақты бір нәтижеге тым қатты байлансақ, көбіне тапшылық күйіне түсеміз. Біз, егер бұл орындалмаса, мен бақытсыз боламын дейміз. Мұндай мұқтаждық энергиясы қалаған тілегімізді бізден кері итереді. Ал егер сіз нәтижеге ерік беріп, мен мұның болғанын қалаймын,
Бірақ не болса да, ол менің игілігім үшін екенін білемін десеңіз, сіз өз шектеулі қиялыңыздан да зор мүмкіндіктерге жол ашасыз. Сондықтан ұлы нәрселерді күтіңіз, бірақ шектеулі адам санасымен елестете алмайтын үлкен сыйларға ашық болыңыз. Есте сақтаңыз, күту бұл болашақта бірдеңенің болуын сарылып күту емес. Бұл ол қазірдің өзінде орындалып қойғандай өмір сүру. Бұл болашақты дәл осы сәтке әкелу. Біз бақытымызды жиі кейінге қалдырамыз. Мен осы жұмысты алғанда бақытты боламын немесе белгілі бір ақша тапқанда, өзімді табысты сезінемін, дұрыс серіктесті тапқанда дейміз. Бірақ шындық мынада, сіз мұның бәрін дәл қазір сезіне аласыз. Сіз өзіңіздің алғашқы миллионыңызды таппай тұрып, өзіңізді табысты сезіне аласыз. Сіз жан-жарыңызды кездестірмей тұрып, махаббатты сезіне аласыз. Сіз физикалық симптомдар толық жойылмай тұрып-ақ, өзіңізді сау сезіне аласыз. Ал бойыңызда осы сезімді нық қалыптастыра алған сәтте, сіз сол сезімге сай келетін шынайы тәжірибені өзіне тартатын магнитке айналасыз. Түптеп келгенде, бұл барлық қалағанына қол жеткізген өз нұсқаңызды дәл қазір кейіптеу деген сөз. Сол жетістікке жеткен нұсқаңыз қалай ойлар еді? Өзін қалай сезінер еді? Өзін қалай ұстар еді? Қалай сөйлер еді? Дәл сол нұсқаңыз сияқты бүгіннен бастап өмір сүріңіз. Сыртқы жағдайлардың өзгеруін күтпеңіз. Өз өміріңізде көргіңіз келетін өзгерістің өзі болыңыз. Бұл қиын естілуі мүмкін екенін білемін. Қазіргі тұрған жеріңіз бен армандаған белесіңіздің арасы тым алыс көрінуі де заңды. Бірақ есіңізде болсын, сізге бірден алып секіріс жасаудың қажеті жоқ. Кішкентай қадамнан бастаңыз. Күніне небәрі 5 минут бөліңіз. Тыныш отырып көзіңізді жұмыңыз және өзіңізді идеалды өміріңізде жүргендей елестетіңіз. Сол сәттегі сезімдерді бүкіл болмысыңызбен сезініп, оның денеңізді толтыруына мүмкіндік беріңіз. Ал көзіңізді ашқан соң, осы сезімді күні бойы өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Егер мұны жүйелі түрде жасасаңыз, өзгерістерді байқай бастайсыз. Алғашында олар кішкентай болуы мүмкін, ішкі тыныштығыңыз артады, стресске төзімді боласыз, күнделікті өмірден көбірек қуаныш табасыз. Бірақ бұл тәжірибені әдетке айналдырған сайын, үлкен өзгерістер есік қағады. Мүмкіндіктер өзі келеді, адамдар сіздің энергияңызға тартылады, бұрын мазалаған нәрселер мәнін жоғалтады. Бір күні жан-жағыңызға қарап, өміріңіздің қалай өзгеріп кеткенін аңдамайда қаласыз. Және бұл күресіп, күштеудің арқасында емес, сіздің босаңсып, әлемге сеніп, ұлы оқиғаларды күтуге шешім қабылдағаныңыздың арқасында болады. Енді тілектерімізді жүзеге асыру кезінде жиі туындайтын бір мәселеге тоқталғым келеді. Кейбір адамдар өз қалауына назар аударуды эгоизм деп қорқады. Олар өзім үшін көбірек нәрсе тілеу, өзгелерден бірдеңені тартып алу деп ойлайды. Бірақ ақиқат мынада, сіз өзіңіз үшін жақсы өмір жасап, ішкі тербелісіңізді, вибрацияңызды көтергенде айналаңыздағы барлық адамдардың деңгейін көтересіз. Сіздің қуанышыңыз, табысыңыз бен молшылығыңыз өзгелерден ештеңе де тартып алмайды. Керісінше, оларды шабыттандырады. Ойланып көріңізші. Жаныңызда бақытты, өзіне сенімді және табысты адам жүрсе, сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Бұл сізге де көбірек мүмкіндіктер бар екеніне сендірмей ме? Бұл толқын әсері. Өз жиілігіңізді көтергенде сіз бүкіл әлемге әсер етесіз. Сондықтан ішіңіздегі нұрды сөндірмеңіз, оны тұншықтырмаңыз. Әлем сіздің ең бақытты, ең молшылыққа толы нұсқаңызға мұқтаж. Сіз биік деңгейге көтерілгенде, басқаларды да соған шабыттандырасыз. Енді біздің сенуімізге және ұлы оқиғаларды күтуімізге кедергі болатын нәрсе туралы сөйлесейік. Ол сәтсіздіктен қорқу, табыстан қорқу және белгісіздіктен қорқу. Бұл үрей бізді шектеуде ұстап, ұсақ ойнауға мәжбүрлейді. Бірақ есіңізде болсын, қорқыныш бұл жай ғана ой. Ол шынайы емес. Бұл болашақта болуы мүмкін сценарийлерге негізделген ақыл ойдың проекциясы ғана. Тапшылық немесе молшылық туралы ойларды қалай таңдасаңыз, қорқынышқа сену-сенбеуді де солай таңдай аласыз. Қорқыныш пайда болғанда, ал ол міндетті түрде болады, онымен күреспеңіз. Керісінше, оны мойындаңыз, сізді қорғағысы келген үшін алғыс айтыңыз, бірақ содан кейін саналы түрде сенімді таңдаңыз.
Не болса да, оны жеңуге күшіңіз бен төзіміңіз жететініне сеніңіз. Есте сақтаңыз, қорқыныштың орнына сенімді таңдаған сайын, сіз миыңызда жаңа сенімді шындықты қолдайтын жаңа нейрондық жолдар жасайсыз. Ми туралы айтқанда нейропластика мәселесіне де тоқталайық. Бұл, мидың бүкіл өмір бойы жаңа нейрондық байланыстар құру арқылы өзін қайта құрылымдау қабілеті. Яғни, сіздің миыңыз ойларыңызға, тәжірибеңіз бен мінез құлқыңызға байланысты үздіксіз өзгеріп отырады. Сенімділік пен жақсылықты күтуді әдетке айналдырғанда, сіз миыңыздың құрылымын физикалық тұрғыда өзгертесіз. Неғұрлым көп жаттықсаңыз, бұл жолдар соғұрлым беки түседі. Сондықтан да жүйелілік өте маңызды. Мәселе бір реттік сәтті медитацияда немесе бір күн ғана көтеріңкі көңіл күймен жүруде емес. Мәселе осы тәжірибені өміріңіздің ажырамас бөлігіне айналдыруда. Қаламайтын нәрсеге емес, қалайтын нәрсеге назар аударуды қайта-қайта саналы түрде таңдауыңызда. Өз-өзімен жұмыс істей бастағандар жиі, Джо, мен бұрында жақсы ойлауға тырысқанмын, бірақ ештеңе өзгерген жоқ дейді. Мен сіздерді түсінемін. Бірақ мынаны ұғыныңыздар, бұл жұмыс тек жақсы ойлар туралы емес. Бұл ой, сезім және іс-әрекеттің бір арнаға тоғысуы, үйлесуі. Ойларыңыз сезімді тудырады, сезімдеріңіз іс-әрекетіңізді бағыттайды, ал іс-әрекетіңіз нәтижеге әкеледі. Сондықтан қалаған нәрсеңіз туралы тек ойлап қана қоймай, оны сезіну, оны жүзеге асыру және ол орындалып қойғандай өмір сүру маңызды. Ой, сезім және іс-әрекет бір-бірімен үйлескенде, сіз тоқтату мүмкін емес жойқын күшке айналасыз. Бұл өзіңізді үнемі бақытты сезінуге мәжбүрлеу, немесе жағымсыз эмоцияларды жоққа шығару деген сөз емес. Бәрі нашар болып тұрғанда бәрі тамаша деп өзіңді алдаудың да қажеті жоқ. Бұл, қазіргі жағдайыңды мойындап, қабылдау және қай бағытқа қарай жүретініңді саналы түрде таңдау. Егер сіз мұңайсаңыз, ашулансаңыз, немесе көңіліңіз қалса, бұл сезімдерге ерік беріңіз. Оларды өзіңізден қумаңыз, бірақ оған батып та кетпеңіз. Сезіміңізді сезініңіз, мойындаңыз, және өзіңізден сұраңыз, мен бұның орнына не сезінгім келер еді? Және сол сезімге қалай жете аламын? Міне, дәл осы жерде таңдау күші іске қосылады. Әр сәтте сіздің ойыңызды, сезіміңізді және іс-әрекетіңізді таңдауға қауқарыңыз жетеді. Назарыңызды қайда аударсаңыз, сол нәрсе өсе түседі. Сондықтан өткеніңізге емес, бара жатқан бағытыңызға, шектеулерге емес, мүмкіндіктерге назар аударыңыз. Бұл ақиқатты жоққа шығару емес, бұл әлемді қалай қабылдасаңыз, өміріңіздің де солай қалыптасатынын түсіну. Екі адам бір жағдайға қарап, өз сенімі мен ойлау жүйесіне қарай мүлдем екі түрлі нәрсені көруі мүмкін. Сондықтан жақсылықты көруді таңдаңыз, мүмкіндік пен әр тәжірибеден сабақ алуды таңдаңыз. Солай істегенде, сіз жаңа мүмкіндіктер әлеміне есік ашасыз. Енді энергия туралы сөйлесейік. Әлемдегінің бәрі әртүрлі жиілікте тербелетін энергия. Ұқсас нәрсе ұқсасты тартады. Сіз әлемге қандай энергия таратсаңыз, өзіңізге соны қайтарып аласыз. Егер сіз стресс пен тапшылық жиілігінде тербелсеңіз, соны көбірек тартасыз. Ал егер жиілігіңізді махаббат, қуаныш, молшылық пен ризашылық деңгейіне көтерсеңіз, осы құндылықтардың магнитіне айналасыз. Ал энергияны қалай көтеруге болады? Ең алдымен, физикалық денеңізге күтім жасаудан бастаңыз. Не ішіп жейсіз, қалай қозғаласыз, ұйқыңыз қанық па, мұның бәрі энергетикалық жиілігіңізге әсер етеді. Денеңізге қамқорлық жасау арқылы сіз әлемге, маған берілген бұл ғибадатхананы бағалаймын және оны ұлы істер үшін қолданамын деп белгі бересіз. Медитация тербеліс жиілігін, вибрацияны көтерудің тағы бір қуатты құралы. Медитация жасағанда сіз ақыл ойыңыздың шуын басып, таза әлеует өрісіне қосыласыз. Сіз әлемнің энергиясына бейімделесіз және осы арқылы өз тербелісіңізді жоғарылатасыз. Қоршаған ортада өте маңызды рөл атқарады. Кіммен уақыт өткізіп жүргеніңізге мән беріңізші. Олар сізді жігерлендіре ме, әлде еңсеңізді түсіре ме? Сізді жақсырақ болуға шабыттандыра ма, әлде төменге тарта ма? Кіммен араласуды таңдау өз еркіңізде. Өзіңіздің ең биік тұлғалық бейнеңізді қолдайтын адамдарды таңдаңыз.
Енді осы жолда адамдарды жиі тығырыққа тірейтін мәселе нақтылыққа ұмтылу туралы сөйлесейік. Біз, адамдар, нақтылықты жақсы көреміз. Бәрінің қалай болатынын дәл білгіміз келеді, кепілдік іздейміз. Бірақ шындық мынада, өмірдің табиғаты белгісіздік. Ал бұл белгісіздік, шын мәнінде үлкен сый. Дәл осы нәрсе өмірді қызықты әрі мүмкіндіктерге толы етеді. Егер сіз белгісіздікті қауіп емес, шытырман оқиға ретінде қабылдай алсаңыз, міне, дәл сол сәтте нағыз ғажайыптарға жол ашасыз. Ойланып көріңізші, бәрінің қалай аяқталатынын дәл білсеңіз, өмірдің қызығы мен құлшынысы қайда қалады? Бой түзеп, өсу қайда қалады? Әлемнің сізді қиялыңыздан да зор нәрсемен таңғалдыруына қалай мүмкіндік болады? Сондықтан нақтылықты емес, сенімді іздеңіз. Өзіңізге сеніңіз, әлемге сеніңіз. Тіпті қазір қалай болып жатқанын түсінбесеңіз де, бәрі сіздің игілігіңіз үшін жасалып жатқанына сеніңіз. Бұл берілу концепциясы. Берілу, жеңілу немесе пассивті болу деген сөз емес. Бұл бәрін бақылауда ұстау қажеттілігінен босау деген сөз. Бұл мейлі ол Құдай, әлем немесе қайнар көз болсын, жоғары күшке сенім арту. Сіз берілу күйіне өткенде нәтижені күштеп шығарудан туындайтын ішкі ширығудан арыласыз. Өзіңізге жол көрсетуге рұқсат бересіз және қабылдауға ашыласыз. Көп жағдайда сіз бәрін өз еркіңізге жібергенде келетін сый, күшпен немесе бақылаумен қол жеткізгеннен әлдеқайда үлкен болады. Мен қазір араларыңыздағы кейбір жандардың, бірақ, Джо, менің мақсаттарым бар ғой. Қол жеткізгім келетін армандарым бар. Қалайша бәрін өз еркіне жібере отырып, мақсатыма жұмыс істей аламын деп ойлап отырғанын білемін. Бұл керемет сұрақ. Оның кілті ниетіңізді нақтылап, не қалайтыныңызды анық білу және содан кейін нәтижені жібере салуда. Оқиғаның қалай өрбитініне деген тәуелділіктен арылыңыз. Өз міндетіңізді орындаңыз, шабытпен әрекет етіңіз, ал қалғанын әлемнің еркіне сеніп тапсырыңыз. Бұл тұқым егуге ұқсайды. Сіз топырақты дайындайсыз, дән себесіз, оны күн нұрымен және сумен қамтамасыз етесіз. Бірақ оның қалай өсіп жатқанын көру үшін күн сайын топырақты қазып қарамайсыз ғой. Сіз табиғи процеске сенесіз және өз үлесіңізді қоссаңыз, өсімдіктің міндетті түрде өсетінін білесіз. Сіздің армандарыңыз бен мақсаттарыңыз да сол тұқым іспетті. Оларды нақты ниетпен егіңіз, ойларыңыз бен іс-әрекеттеріңізбен нәрлендіріңіз, бірақ содан кейін процеске сеніңіз. Тіпті қазір нәтиже көрінбесе де, олардың өсіп жатқанына күмәнданбаңыз. Бұл бізді тағы бір маңызды ұғымға, сабырлылыққа келеді. Біздің жылдам өзгермелі әлемімізде бәрінің лезде орындалғанын қалаймыз. Мақсат қойсақ, нәтижесін сол сәтте көргіміз келеді. Бірақ есіңізде болсын, егер ештеңе болып жатқан жоқ сияқты көрінсе, бұл ештеңе өзгермеді деген сөз емес. Көбіне ең үлкен өзгерістер көзден таса, жер астында жүріп жатады. Тұқымның сыртқа шықпас бұрын топырақ астында тамыр жаятыны сияқты. Сондықтан өзіңізге де, уақытқа да сабырлы болыңыз. Бәрінің өз уақытында, ең мінсіз сәтте орындалатынына сеніңіз. Ал оған дейін осы жолдан ләззат алыңыз. Бақытты тек болашақтан іздемей, дәл осы сәттен қуаныш таба біліңіз. Бұл бізді тағы бір маңызды сәт, ризашылыққа келеді. Қазірдің өзінде бар нәрсеңізге риза болған кезде, сіз көбірек қабылдауға жол ашасыз. Бұл әлемге, мен бергендеріңнің бәрін шынымен бағалаймын және көбірек қабылдауға дайынмын деп айтқанмен бірдей. Сондықтан ризашылықты күнделікті әдетіңізге айналдырыңыз. Әр таңертең оянғанда төсектен тұрмас бұрын, риза болатын үш нәрсе туралы ойланыңыз. Сол алғыс сезімін бүкіл болмысыңызбен сезініп, оның сізді баурап алуына жол беріңіз. Содан кейін осы күйді күні бойы өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Енді осы жұмыстың нәтижесін көре бастағанда жиі туындайтын бір мәселені айтқым келеді. Адамдар қалағанына қол жеткізгенде, бұл жай ғана сәйкестік емес пе? Мұны шынымен мен жасадым ба? деп күмәндана бастайды. Есіңізде болсын, кездейсоқтық болмайды. Өміріңіздегінің бәрі сіздің ойларыңыздың, сезімдеріңіз бен сенімдеріңіздің нәтижесі. Бәрі сіздің ішкі әлеміңіздің көрінісі. Сондықтан жақсы өзгерістерді көргенде, оны тойлаңыз.
Оны жасаудағы өз рөліңізді мойындаңыз. Өзіңіз жасаған жақсылық үшін өзіңізге лайықты баға беру эгоизм емес. Керісінше, бұл өте қажет. Өйткені өз күшіңізді мойындаған сайын, сіз бұдан да керемет нәрселерді жасау үшін сол күшті нығайта түсесіз. Есте сақтаңыз, сіз не нәрсені бағаласаңыз, сол нәрсе өсе береді. Сондықтан өміріңіздегі жақсылықты неғұрлым көп мойындасаңыз, соғұрлым көп жақсылықты өзіңізге тартасыз. Енді тілектеріңіздің орындалуын шынымен жеделдететін тағы бір күш, сөздің құдіреті туралы сөйлесейік. Сіз айтқан әрбір сөз өз өміріңізге бағытталған арбау немесе бата сияқты. Сөздің жаратуға да, қиратуға да, емдеуге де, зақым келтіруге де күші жетеді. Басқалармен сөйлескенде де, өзіңізбен іштей тілдескенде де қолданатын сөздеріңізге мұқият болыңыз. Сіз үнемі тапшылық пен шектеулерге шағымданасыз ба, әлде молшылық, мүмкіндік пен ризашылық сөздерін қолданасыз ба? Әр сөзіңізді құрғыңыз келетін өмірге сай етіп сөйлеуге тырысыңыз. Бұған ақшам жетпейді деудің орнына, бұл қазір мен үшін басымдық емес деп айтып көріңіз. Менің жүйкем жұқарды деудің орнына, мен қиындықтарды байыппен еңсеруді үйреніп жатырмын деңіз. Ең бастысы, өзіңізбен қалай сөйлесетініңізге абай болыңыз. Өзіңізге барынша мейіріммен, қолдаумен және махаббатпен сөйлеңіз. Өзіңіздің ең үлкен жанкүйеріңіз болыңыз. Енді мен адамдар бұл жұмысты бастағанда жиі туындайтын тағы бір маңызды тақырыпты қозғағым келеді. Олар, ал менің өткенім ше? Мен қателіктер жібердім, сәтсіздіктерім болды. Мұны мен қалай күресемін деп айтуы мүмкін. Мен сіздің мынаны түсінгеніңізді қалаймын. Сіздің өткеніңіз сіздің болашағыңызды анықтамайды. Сіздің өткен тәжірибелеріңіз сіздің кім екеніңізді қалыптастырды, бірақ олар сіздің кім бола алатыныңызды анықтамайды. Әр сәт жаңа бастау. Әр тыныс қайтадан бастау мүмкіндігі. Сіз өзіңіздің өткен қателіктеріңіз бен сәтсіздіктеріңіз емессіз. Сіз өзіңіздің шектеуші сенімдеріңіз бен ескі үлгілеріңіз емессіз. Сіз күшті жаратушысыз, кез келген сәтте өзіңізді қайта ойлап табуға қабілеттісіз. Сондықтан өткенге тым көп назар аудармай, оны өсу үшін трамплин ретінде пайдаланыңыз. Қандай сабақ алдыңыз? Сынақтарыңыз сізді қалай күштірек етті? Өз тәжірибелеріңізді өз өсуіңіз үшін және басқаларға көмектесу үшін қалай пайдалана аласыз? Өткеніңізді осылай қайта қарастыра алғанда, ол енді сізді ұстап тұрмайды. Оның орнына ол трансформация үшін күшті құралға айналады. Енді бұл тәжірибені ұзақ мерзімді негізде сақтау үшін маңызды нәрсе туралы сөйлесейік, өзіне өзі қамқорлық жасау. Өзіне қамқорлық эгоизм емес, бұл қажеттілік. Бос шыны аяқтан құя алмайсыз. Егер сіз өзіңіз шаршаған болсаңыз, позитивті энергияны шығара алмайсыз. Сондықтан өзіңізге үнемі қамқорлық жасаудың жолдарын табыңыз. Бұл жай ғана нәрсе болуы мүмкін, мысалы, релаксациялайтын ванна қабылдау, кітап оқу, табиғатта серуендеу немесе жақын адамдарыңызбен уақыт өткізу. Бұл медитацияға немесе жаттығуға арналған уақыт болуы мүмкін, сізді шаршататын міндеттемелерден бас тарту, табиғатта болу немесе сүйікті хоббимен айналысу. Бұл сіз үшін не болса да, оны өміріңіздің ажырамас бөлігіне айналдырыңыз, кез келген басқа маңызды шара сияқты. Өзіңізге қамқорлық жасағанда, сізде басқаларға және өз армандарыңызға ұсынатын нәрсе әлдеқайда көп болады. Және есте сақтаңыз, өзіне өзі қамқорлық тек физикалық денсаулық туралы ғана емес, сонымен қатар психикалық және эмоционалдық туралы. Сіз өз ақыл ойыңызды қандай ойлармен қоректендіретініңізге назар аударыңыз. Сіз үнемі жағымсыз жаңалықтарды тұтынасыз ба, немесе өсек айтасыз ба? Әлде сіз өз ақыл ойыңызды шабыттандыратын кітаптармен, подкасттармен және позитивті растаулармен қоректендіресіз бе? Сіздің ақыл ойыңыз бақша сияқты. Сіз отырғызған нәрсе өседі. Сондықтан шабыттың, мүмкіндіктердің және өзіңізге деген сенімнің тұқымдарын отырғызуды таңдаңыз. Ақырында бұл сапар әрқашан тегіс болмайтынын есте сақтаңыз. Өзіңізді әлемнің шыңында сезінетін күндерде болады, бәріне күмәнданатын күндерде болады. Бұл қалыпты жағдай. Бұл адамзат тәжірибесінің бөлігі. Кілт осы ауытқулар үшін өзіңізді айыптау емес, оларға жанашырлықпен, қызығушылықпен қарау.
Өзіңізді керемет сезінген күндері, осы сезімге тереңірек үңіліңіз, оны күшейтіңіз, ол денеңіздің әрбір жасушасын толтырсын. Ал қиналған күндері, өзіңізге мейірімді болыңыз. Бұның да өтетінін есте сақтаңыз. Және энергияңызды өзгертуге көмектесу үшін біз айтқан құралдарды, медитацияны, ризашылықты пайдаланыңыз. Есте сақтаңыз, сіз мінсіз болуға тырыспайсыз, және уақыттың 100% өзіңізді тамаша сезінуге тырыспайсыз. Сіз жай ғана саналы жарату тәжірибесіне міндеттенесіз, қаламайтын нәрсеге емес, қалайтын нәрсеге назар аударуды қайта-қайта таңдайсыз. Мұны үнемі жасай бастағаннан кейін, сіз өзгерістерді байқай бастайсыз. Мүмкін, алдымен бұл кішкентай нәрселер болады. Сіз өзіңізді біршама тыныш сезінесіз, стрессті жақсырақ жеңесіз, күн ішінде қуаныш сәттерін көбірек байқайсыз. Бірақ бұл тәжірибені жалғастыра отырып, оны өміріңіздің тұрақты бөлігіне айналдыра отырып, сіз үлкен өзгерістерді көре бастайсыз. Мүмкіндіктер пайда бола бастайды. Адамдар сіздің энергияңызға тартылады. Бұрын сізді мазалаған нәрселер сізге аз әсер етеді. Сіз бұрылып қарап, өміріңіздің өзгергенін түсінесіз. Сіз күрескендіктен, және нәрселерді мәжбүрлегендіктен емес, сіз сене отырып, және жақсы нәрселердің сізге келетінін күткендіктен. Сондықтан мен сізді бүгіннен бастап мұны өз әдетіңізге, күнделікті тәжірибеңізге айналдыруға шақырамын. Бәрі де сіздің ең жоғарғы игілігіңіз үшін жасалып жатқанына сеніңіз. Ғажайыптарды алыс болашақтан емес, дәл осы жерден, дәл қазір күтіңіз. Есіңізде болсын, сіз өз шындығыңыздың жаратушысысыз. Сіздің өз өміріңізді қалаған бағытта қалыптастыруға күш-жігеріңіз жетеді. Сондықтан таңдауды даналықпен жасаңыз. Бойыңызға қуат беретін ойларды таңдаңыз. Рухыңызды асқақтататын сезімдерді таңдаңыз. Өзіңіз туралы ең биік бейнеңізге сай келетін іс-әрекеттерді таңдаңыз. Ең бастысы өзіңізге сеніңіз. Өйткені өзіңізге сенгенде, өз құдіретіңізді шынайы сезінгенде, сіз бағындыра алмайтын шың болмайды. Ендеше алға ұмтылыңыз. Әлем сізді қолдауға дайын тұр. Сізге керегі тек өзіңізді осы жақсылықты қабылдауға ашу ғана. Бүгін осында болғаныңыз үшін рахмет. Осы трансформация жолына берілгендігіңіз үшін рахмет. Есте сақтаңыз, әр сәт қайтадан таңдау жасаудың, жоғары болмыспен үйлесудің және армандаған өміріңізді жасаудың жаңа мүмкіндігі. Сізде бәрі жақсы болады. Сана подкаст арнамызға жазылыңыз және тұлғалық өсу мен табысқа жетуге арналған құнды кеңестерді өткізіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, өз ойларыңыз бен тәжірибеңізді пікірлер бөлімінде бөлісе кетіңіз. Бүгін бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Өзіңізді өзгерту жолына түскеніңіз үшін алғыс айтамын. Есіңізде болсын, әрбір сәт қайтадан таңдау жасауға, өзіңіздің ең биік тұлғалық бейнеңізбен үйлесім табуға және арманыңыздағы өмірді құруға берілген жаңа мүмкіндік. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Сіз өз өміріңіздің суретшісіз, тағдырыңыз сіздің туындыңыз. Бүгін қолыңызға қандай бояу аласыз? Жарқын болашақты ма, әлде ескі мұңды ма? Таңдау өз қолыңызда.